Аким ага бүгүнкү студияга келип, сухбат берүүгө келишкениңиз үчүн үлкен алгысымды айтам. Бизде лирикалык такырыпта ан жазатын, сондай эле кыска шумактары менен элди өзүнө баурап алатын ага өзүңүзсүз, жүрөгүңүз нәзик. Жалпы бүгүнкү такырыпта өзүңүздүн өтүнүшүңүз боюнча эң биринчи акиге басымдык беретін болдук. Демек, біздің бүгінгі медиа жобаның, Анаға тағзым медиа жобасының башында Акиге арнап бір екі-үш шумақ өлеңіңізді оқып берсеңіз, одан кейін әкеңіздің анасы жайына көбірек ойыссақ. Өте үлкен рахмет. Жалпы бүгінгі күн жай күн емес деп есептеймін. Өйткені бүгін әке туралы, ана туралы, әже туралы айту ол үлкен бір қуаныш деп есептеймін. Менің әкем гүлденген абат бағым, менің әкем уақыттың парақтары, сол параққа жазуға тек жақсыны әкешіме қуат бер жаратқаным. Менің әкем іштегі жаралауым, сол алауым сөнбесе қуанамын. Менің әкем мұнара ғасыр соққан, мұнарамның тіледім құламауын. Әкемізді ертеден көке дедік, әкені сыйламауды қате дедік. Тәрбиесін көрмесек жақсы әкенің, тарыдайын шашылып кетер едік. Қарсы алшы, әке жүздің де таңын күліп, кел тұрайын ауылға сағындырып. Өмірде сендей көріп көке деймін, көке десем кетеді жаным жылып. Ой, керемет. Жалпы менің әкемнің жан жылтатын тұсы, әкеміз қыз рөлін, ана рөлін, қарындас рөлін, бар рөлді өзінің орнына қойып берді. Ал сіздің әкеңіз қандай адам болды? Әкем биыл 90-ға келіп жатыр. Керемет, жасы бәрімізге жолсыз. Атамыздан қалған дегенде бір ғана тұяқ бөксі. Жалғыз бала. Иә. Атам белгілі қайраткер, ұстаздық саланы басқарған, оңтүстік өлкесінде көптеген мектептер ашқан сондай кісіді. Аты жөні? Сұлтан Ысқақ, Қазақстанның еңбек сіңген мұғалімі, Ұлы Отан соғысының ардагері, жалпы бүкіл республикаға танымал кісі. Мынау қазіргі Төле би ауданында бірнеше мектептер салған, соның басшысы болған, аудандық білім бөлім басқарған сондай кісі. Және Қазақстанда тұңғыш рет біздің Бөржарда туып өскен жерінде мектеп салдырған кезде сол мектепке бірінші рет Абайдың есімін бергізген. Абайдың өлеңдерін жатқа оқитын болған. Ал әкеміз қарапайым ізгілікті сондай кісі. Жалпы үлкенді де, кішіні де сіздейтін, және ізетті, біреуге сен демейтін, жарты ғасыр ұстаз болатын болса, сол жарты ғасырдың ұстаздығын жағы атамыз салған Абай мектебін 30 жыл басқарған кісі. 30 жылда бір ретте шағым, бір ретте арыз түспеген. Сіздің атаңыз мектеп соққан? Қалай? Сіздің атаңыз мектеп соққан ба? Иә. Мектеп соғып, сол ауылда сол мектептің атын Абайдың есімімен бергізген. Ал сол мектепте 20 жыл атамыз директор болатын болса, сол жолды ары қарай жалғастырып, бұл кісі 30 жыл сол мектептің директоры болды. Иә. Сол өте қарапайым болған соншалықты бірнеше рет марапатқа ұсынған кезде марапаттың бәрін мұғалімдер алсын деп мұғалімдерге бұрып жіберген кісі. Сол айтып отырмын ғой, жалпы адамдармен тіл табысып, балаларға деген қамқорлығын арттырып, бұл кісінің аузынан болмайды, жоқ деген сөз шыққан емес еш уақытта. Әкеңіздің аузынан болмайды, жоқ деген сөз шыққан емес. Өте қарапайым сондай адам. Әлі де 90 жасқа келсе де, бүкіл адамдарға жақсылық тілеп отырады. Соларға еш уақытта қиыншылық бермесе екен, солардың барлық армандары орындалса екен деп жатады. Әке туралы айтатын болсақ, тоқтамаймыз көп. Сіз енді тақырыптың аты айтып тұрғандай анаға тағзым. Жалпы сіздің әкеңіздің анасы қандай адам деген сәл әріректе сұрақтан бастасақ. Жалпы мен
әкенің баласы болып емес, ата мен әженің баласы болып өстім. Тұңғышсыз ғой Иә. үйдің. Әкеміз бен шешеміз үйленгеннен кейін 6 жылдан кейін дүниеге келгем, тұңғышы Аха. болып. Қазақтың салт дәстүрі бойынша менің есімде ерекше қалғаны, атамыз да ұстаз, мектеп жақтан келе жататын. Қолында картаны көрсететін таяқшасы, картасы болатын. Мен 5 жасар баламын, әкімтай деп айқайлайтын. Сонымен жүгіріп бар мойын асылатын тұғым. Содан ол кісінің қолындағы таяқшасымен картасын алып, жүгіріп үйге барып, кабинетіне қойып, қайтып шығатын тұғым. Сол кезде әжеміз құман алып күтіп тұратын. Ондағы ой, атасының қолына су құйса екен деп. Атамыздың қолына су құятын тұғымыз. Сонда атамыздың айтқан бір ауыз сөзі, өркенің өссін деген бата сөзі, мерейімізді көтеріп, абыройымызды асқақтататын. Сол, жанымызды. Соның бәріне аңғай беріп, соның бәріне мүмкіндік жасайтын, бар жоғы 4-ақ кластық білімі бар, Тантай деген әжеміздің арқасы. Ол кісі осы 90-ға дейін көптеген кітаптарды оқыды. Біз мектепке бармай жатып, көптеген ертегілерді сол кісіден естідік. Көптеген ғибратты әңгімелерді сол кісі оқып беретін. Дауыстап тұрып оқып. Әжеңіз ба, атаңыз ба? Әжем ғой, әжем тұрады. Атамыз ол анау қарлығаш не істеп жүр? Балапандарына дән тасып жүр. Анау құмырсқа не істеп жүр? Өзіне үлкен дәнді көтеріп жатыр деп. Соның бәрі Зеректікке баулы. Зеректікке, содан барлық тыныс-тіршілік ол еңбекпен табылады деп, еңбекті де үйретіп, әлі күнге дейін қоршаған ортаға деген сүйіспеншілікті де арттырған сияқты, байқамбастықты да арттырған сияқты. Сол әке өзі бір талғампаз, зеректі, парасатты, бәр нәрсенің пайымын білсін деп, бізді көп сондай жағына бағыттап жүрді. Жалпы енді атаңыздың әкеңізге берген бірінші тәлімі қалай болды? Ең үлкен тәлім... Әкелер мектебін қалыптастырудағы тәлімін сұрап жатырмын мен. Ең үлкен тәлімін айтайын. Ұлы Отан соғысы басталды. Мектептің директоры бұл кісіге жаңағыдай мүмкіндік берілген, армияға бармауға да болатын, педагог жетіспейді. Бірақ қайта сұранып 42-ші жылы Ұлы Отан соғысына аттанады. Ұлы Отан соғысында жүрген кезінде үлкен ерлік жасайды. Бұл кісіні орденге ұсынады. Сонда бұл кісі бір ауыз сөзбен командиріне, біз қазақ деген халықпыз, біздегі ең үлкен награда ұлдан артық ешкім жоқ. Менің ауылда, шын айту керек, бар жоғы 7 жастағы балам қалып кетті. Соңғы уақытта қайта түсіме кіріп жүр. Өтініш, маған орден емес, бір демалыс берсеңіз дейді. Баласына барғысы келген ғой. Түскен. Енді командирдің көңілінен шықты ма, болмаса Отан соғысы кезінде күнде қан төгіліп жатқан жерден рұқсат беру, 1 айға рұқсат беріледі. Ал енді сонау Европада дайын көлік жоқ, дайын самолет жоқ, дайын пойыз жоқ. Товарныйға мінет бір жерге дейін, бір жерден ат арбағымен, бір жерде жаяу сөйтіп елге жетсе. Қанша уақыт өтіп кетті екен сол аралықта? Енді сол аралықта кем дегенде бір 20 күнде өтіп кеткен ғой. Ал келсе бекер емес екен. Әжеміз қайтыс болып, жаңағы бала жетімсіреп, қайда барарын бермей жылап жүр екен. Сол әкемізді алып, нағашылары жағы Төле би ауданындағы нағашыларына алып барып, 2-ақ күн қонады, 2-ақ күн. 2 күн қонып, тағы да енді арғарай бару керек, немесе соғыстың нәрсесінде кешік баруға болмайды, кешік барудың өзіне жаза береді. Сонда кетіп бара жатқандығын әке бала ғой ол кезде. Сіздің әкеңіз ол? Тағы да кетіп қаласыз ба дейді. Сонда айналайын балам, бұл үлкен соғыс, елдің алдындағы үлкен борыш. Сон барып, фашистерді тезірек қырып, аман есен келуің керек, сен үшін келуің керек, сен үшін тірі болуың керек дейді. Сон баласы көзіне жас алып қалады.
Құдайдың ниеті шығар, өзінің үлкен салиқалы парасатты елдің алдындағы абырой шығар. Сол баласы үшін жалпы өзінің тіршілігі үшін тірі келеді соғыстан. Сөйтіп баласын қолына алып қамқорлық жасап, содан әкелік тағылымды қолынан келгенше үйретіп, ұстаздыққа бағыттайды бұл кісіні. Содан бұл кісі өсіп жетіліп, мектепті бітіргеннен кейін қазақтың қара шаңырағының бірі, қазақтың мемлекеттік педагогикалық институтына, Алматыдағы Каспий, соған химия биология факультеті, тұңғыш факультетін 1960 жылы, 59 жылы бітіріп, Төле би ауданында Совет орта мектебінде мұғалім болады. Сол жерде ол кезде жас бала, кейіннен мемлекет қайраткері болған Амалбек Тышановтың класс жетекшісі болады. Сол кісіні тәрбиелеп, бақыттап, одан өзінің ата мекеніне ауысып, сол жаңағыдай атамыз сол мектепті бүкіл одаққа танытса, бүкіл Москвадағы ВДНХ-ның көрмесінің күміс медалін алатын болса, бұл кісі сол мектепті бүкіл республикаға танытады. 1974 жылы Самал комсомол жастар бригадасы деген шұбартаулықтардан кейін біздің облыста жалпы Қазақстанда екінші болып құрылады. Өте керемет жұмыс жасап, Қонаев Ақсақалдың өзі бір емес екі рет келіп, сол комсомол жастар бригадасының жұмысына, мектептің еңбек тәрбиесіне өте жоғары баға береді да, Абай мектебін бүкіл Қазақстан біледі. Күнделікті газетке шығады, теледидарға шығады. Сондықтан әкенің бойындағы ерекше бір қасиет адалдық, және еш уақытта мақтана бермейді бұл кісі. Міне 40 жасқа келген кезде 19 наурыз туған күні, 20 наурыз күні атамыз қайтыс болды. Тойлаған жоқ. 50 жасқа келді, туған күнін тойлаған жоқ. 60 жасқа келді, туған күнін тойлаған жоқ. 70 жасқа келді, туған күнін тойлаған жоқ. 75 жасқа келген кезде бізде өсіп жетіліп қалдық. Әке мынау елден де жұрттан да ұят. Біз енді әкемізге деген құрметті көрсетейік дегенде зорға ғана келісім берді. Сол кезде Егемен Қазақстан газетіне әке деген ессе жаздым. Мәжілістің төрағасы ол кезде Орал Мұхамеджанов деген кісі еді. Сол кісі шақырып қабылдады. Сөйтті де, әкім, мынау сенің жазған нәрсең маған қатты әсер етті. Өзімнің әкемді еске түсірді. Әкені бағалай білген, әкелін құрметтей білген, сендей баланы тәрбиелеп өсірген үшін өтініш, әкеңе мен арнайы алғыс хат дайындап берейін, сый сияпат жасап берейін, соны апарып менің атымнан табыс етші деп. Елге барып, ол кісінің аманатын орындадым, бірақ шын мәнінде үлкен бір қуаныш болып тұрды. Еліміздегі үлкен лауазым иесінің соншалықты мейіріммен, ықыласпен әкеге деген құрметін көру. Ал одан кейін 80 жасы тойланды. Оған қазіргі президентіміз, ол кездегі сенаттың төрағасы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев арнайы сенат депутаты Әли Бектаевты жіберіп, әкенің 80 жылдығында алғыс хатын табыс етті. Керемет. Бұлай қарап отырсаңыз, еш уақытта марапатқа қызықпаған, және бір аудандық іс-шарада әкейді шақыруды ұмытып кетіп, орнына бір шәкіртіне медаль тапсырыпты. Соны ауылдағылардың тірлігі белгілі ғой. Тез арада келіп көкеме, сіз тұрғанда ол кім? Сіз Асқар Таусыз, ол төбе ғой. Сізге беру керек еді ол медальді депті. Сонда кімге берді депті? Сіздің шәкіртіңізге берді. Шәкіртім алғаным, менің алғаным емес пе? Олың өзі үлкен қуаныш емес пе деп. Бұл кісі тек қана ұстаздан шәкірт озар деген әдемісі. Позитивтік жаққа, жағымды ойға жаққаны, біреуге өкпелеп, біреуге реніш айтқанын көрген емеспін. Сондай бір мейіріммен, сондай бір парасаттылықпен, әр нәрсеге байыппен қарайтын кісі.
парасатты азаматтардың ең басты ұстанымы қыз рөлін, қарындас рөлін әкелер мектебіндегі айшықтап беру. Сіздің атаңыз әке ретінде өзінің баласын қалай тәрбиеледі? Сіз енді атаның бауырында өскеннен кейін ол жағын жақсы бақылады деп ойлаймын. Байқай білді деп ойлаймын. Байқай білгенде біздің үйдің жанынан қара шаңырақтан кішкентай соқпақ жол бар. Аха. Сол соқпақ жол маған қатты ыстық көрінеді, әлі де бар. Өйткені атамыз мұғалім болды, ұстаз болды, директор болды. Сол жолға өзінің баласын ертіп, мектепке алып барды, мұғалім етті. Ал кейін уақыт өткеннен кейін сол жолға мен де қосылдым. Былай қарасақ, ұлылыққа тәрбие. Өйткені жүрген жерінде ертіп қана қоймай, бағыт бағдар беріп, ақыл кеңесім беріп, баласына соны шын айтқан кезде ешкімнің өмірі де мәңгілік емес қой. Ал мәңгілікке ұзаққа қарай бағыттайтын жол бұл әкенің тәрбиесінің ғибратының жолы. Әрине. Сөйтіп, әкенің бойына соның бәрін құя білді. Ал әкеміз, қараңызшы, екеуі де жарты ғасыр ұстаздықты қызмет етті. Керемет. Және бұл Қазақстандағы Ысқақ әулетінің жүріп өткен жолы ұстаздықтың 700 жыл екен, 7 ғасыр екен. Бұл Қазақстандағы ең үлкен ұстаздар әулеті. Иә, династиялық. 2005 жылы ол кісі осы республикалық білім саласы кәсіподағының ұйымдастыруымен конкурсқа қатыстық біз. Шығыс Қазақстандық Айтқалиевтер әулеті ода белгілі екен. Бірақ сол конкурста біздің әулет жеңіп шықты. Әкеге үлкен бір сыйлық табыс етті. Сондықтан мен ол кісінің парасаттылығы, ізгілігі және бір бойындағы елге, халыққа деген ерекше ықыласымен қазақи мінездігі ұтымдырақ болды ғой деп ойлаймын. Әрине. Ол енді қазақи тәрбие, әкелер мектебі, ол үлкен бір адамға мынандай байсалдылық, сабырлық сыйлайтын сондай бір мектеп қой. Қазір сіз енді атаңыздың сүрлеу жолын айтқан кезінде менің көзіме не елестеп отыр? Жалпы осыдан біраз күн бұрын менің анам алады да біздің ортақ чатқа бір сурет тастайды. Сол жерде қарасам, әке шешем бүкіл немерелерін машинасының артына отырғызып қойып, жаңа қыдырып жүр адырда. Енді мен айтам, сол кезде бір кездерде біздің кішкентай кезімізде әкемде УАЗик болатын да, біз сол УАЗиктің артында тура солай отырып алып, жаңадай қыдырып кететінбіз. Қырға, ойға, сайға, қырға дегенде. Сол нәрсе мен қарап отырдым да, қасындағы адамға айтам, өмір деймді. Кезінде біз отырған жерде, бүгін біздің бала шағамыз отыр, бұлайша айтқан кезінде адам алмасқанымен, мынау өскелең ұрпақтың тәрбиесі алмаспайды екен. Олар қалай тәрбиелейді, біз солай тәрбиеленеді екенбіз деп ше. Осы орайда енді сіз көбірек әкеге басымдық беріп отырғаннан кейін мен көбірек сізден әкелер мектебіндегі ананың рөлі туралы сұрағым келіп отыр. Жалпы жаңа айттым ғой, ата мен әженің баласы өстім, бірақ өзімнің шешемді атын атайтын тұғым Ләйлә деп. Ол маған жеңге сияқты болып өсті. Әкеңіз аға, анаңыз жеңге сияқты болып өсті. Сонымен 90 жасқа жақындаған кезде әжем ауырды. Атамыз ертерек кетті, 8 класста оқып жүрген кезде. Сонан Астанадан ұшып бардым, дәрігерлерге көрсеттім, бауырларыма айттым. Содан кейін пойыздан кетіп бара жаттым Астанаға. Пойызда отырып, ана туралы ессе жаздым. Апа, сізді сағындым деп. Өйткені ол кісінің мейірімі, ол кісінің парасаттылығы, ізгілігі қанша дегенмен мәңгілік емес қой ешкім. Ертең күні өмірден өтіп кетсе не болады деп, бір ықылас пейілімді арнайын деп, 2 беттік Оңтүстік Қазақстан газетіне жарияланып, сол қайтадан ұшып келіп, сол газетті жаңағы көкемнің, жаңағы шешемнің, апамның көзінше оқып бердім. Сөйтем, апам өте жақсы жазыпсың, үлкен рахмет деді.
Ал өмірі маған қарап сөйлемейтін, атымның өзін үлкен бала деп атайтын, жаңағы жеңгем сияқты болып кеткен шешем, үлкен бала бір нәрсе айтсам бола ма деді. Болады дедім. Мына апам туралы, атам туралы жақсы жазыпсың газетіңде. Біз мына көкең екеуміз жас емеспіз ғой, екеуміздің қосылғанымызға 40 жыл, 50 жыл болды деді, жарты ғасыр болды деді. Газетіңнің ішіне бір ауыз сөз бізді қосып жібермепсің. Өйткені апама биені алдыртып саумалмен мен емдедім деді. Содан кейін мен енді қанша еркін сөйлеп үйреніп қалғандықтан ба, сендер жастар қоя тұрыңдар, әлі талай газетке шығасыңдар дедім. Болды, басқа сұрағым жоқ деді. Негізі осы Өмір деген еркіндік бір ата әженің балаларына берілетін бір сый сияқты, өмір деген парадокс қой. Осы бүгін ертең кетіп қалады деп күтіп отқан әжем емес, тура сол жылы жаңа жылға 2 сағат қалған кезде анамыз өтіп кетті өмірден. Иә, сол күні Моншаға барған, одан менен кейінгі інім үйіне барған, сөйтіп сол жердегі келінге қайта-қайта бірдеңке айтсам ба депті. Айта қойыңыз десе, ойланып, айтсам ба екен, айтпасам ба екен деп отырып, бір уақыт есіме шығып кетті депті. Содан кейін жаңа келіне жақында үлкен бала Астанадан келеді, соны жақсылап күтіп жіберіңдерші депті. Ойбай, ол кісіні күтуге біз дайынбыз. Ол кісі үнемі нөкерлерімен жүреді, қасында адам тола, ол бізге кезекте келмейді, біз бірақ күтуге дайынбыз депті. Өтініш сол үлкен баланы күтіп жіберіңдерші деп. Өйткені ол кісі әжеміз тұрған кезде қанша жақсы көрсе де бетімізден сүйгісі келіп тұрса да сүйе алмайтын, именіп өте алмайтын. Өзі өмірде сені дүниеге алып келген ананы ана деп айта алмай өмір сүрген өте қиын болады екен. Сондықтан үйге келгенде анамыздың, апамыздың қасында отырған, сол бір 2 сағат қалған кезде жаңа жылды күтіп отырып, апа деп ұмтылған күйінше кәдімгі үзіліп кете берген. Содан жаңа көзі тірісінде жаза алмай өкінетін нәрсем, өмірден өткеннен кейін аппақ ана деп жоқтау жазып Егемен Қазақстан газетіне бердім. Суретімен. Иә, сол аналық қасиет, оның алдында бір-екі ай бұрын елге барған кезімде қайта-қайта маған жақындап әңгіме айтқысы кеп, үлкен бала саған ризамын деді. Не үшін дедім. Сөйтіп едім, жай айтып қойшы, салайшы деп едім деп. Сөйтсем сол кезден өзі ойланып жүрдім ме. Ол енді былайша айтқан кезде үйдің атаның, әженің баласы болған екен, сәл өзіңді алшақтау ұстап үйреніп қалған. Ал өмірден өткеннен кейін анам еді деп жоқтағаның қиындау тиеді екен. Сіз енді қазір өкінесіз ба? Анам деп айтпағаныңызға өкінесіз ба? Ол енді мен 2 жағдай бар. Қазіргі жастардың арасында бұл туралы түрлі пікірді оқыдым да, көріп те жүрмін. Біреулер айтады, өзінің ата-анасы өсірген дұрыс деп. Бірақ қазақтың салт дәстүрі ата мен әженің де тәрбиесін көргенінде, былайша айтқанда, құптаймын. Неге? Себебі байқайсыз ба, үйдің үлкені болған ата мен әженің тәрбиесін көрген адам, сол балалардың ішінде бәрібір соларға қамқор, солардың жағдайын ойлайтын, соларға бір жоғарыдан қарап қана емес, жақын тартатын. Өйткені қазақшылыққа, ұлттық дәстүрге, салт санаға ерекше ықыласпен қарайды. Өйткені бір жауапкершілікті ата әже жүктейді. Оның үстіне тағы бір нәрсесі бар, ол мысалға үшін барлығы өз ойын айтқан кезінде қорытынды ойды, көңілге қонымды ойды айтатында ата мен әженің баласы. Өйткені түйінді сөз айналып келгенде сол адамға тиеді. Өзі үйдегі қазіргі протокол дейді ғой мемлекет, бірақ енді мен қарасам, біздің үйде бір қалыптасып қалған протокол бар екен. Төрде атам қайтыс болғаннан кейін көкем отырады, көкемнің сол жағында әжем отырады, оң жағында мен отырам, одан кейінгі менен кейінгі інілерім отырады, ал кәдімгі шайдың несінде жаңағы шешеміз отырады. Қараңызшы. Және әкенің бізге берген тағы бір тәрбиесі, үйде бір
30-40 газет журналға жазыламыз. Мгм. Иә, бәріміз жазда мысалға күтіп отырамыз хат таситын жеңгемізді. Өйткені біз қолымызбен алмасақ, почта жәшігіне бізге жазылған газет журнал сыймайды. Егемен анау ара деген, балдырған деген журналдарды әкең көтеріп кіріп келе жатқан кезінде алдынан шоколад алып келген сияқты жүгіретін еді. Иә, ана жерде кім бірінші барып алатын болса, сол ғана газеттің, таңдаулы газеттің өзін алып алады. Бірінші оқып болып, кейін Иә, қалғандарына береді. содан кейін отырып алып, шай ішіп отыратын кезде, тапшанда, алманың түбінде, әкеміздің оқитыны «Правда», «Известия», бізге қазақша газет журналдар әрқайсымыз. Содан кейін әкеміздің бір міндеті, кім қандай ғибратты әңгіме оқыды, соны айтыңдар дейді. Иә. Иә, содан біз мынандай нәрсе шығыпты, біз аудандық газетті көбінесе таласатынбыз. Өйткені аудандық газетте сенің ауылың, сенің мектебің туралы жазылған мақалалар, хабарлар шығып қалуы мүмкін. Иә. Міне сондай нәрсемен ол кісі бізді тәрбиелеп бақты. Ал атамыздың тәрбиесі, атамыз ертең ерте бау-бақшада қауындарымыз өсетін. Соның кәдімгі иісін бұрқыратып, кереуеттің астына әкеп қояды. Бөлменің иісі, қауынның иісі деген мұрын жарады. Сонымен арнайы әміркен қауынды сойып, әрқайсымызға бір-бірден беретін. Соның бәрін жеп, жуынып болғаннан кейін, ал енді сендер бір-бірлеріңе сені жақсы көрем деген әңгімені айт деп. Әрқайсысына қайта-қайта айтқызатын. Сонда бауырларымыздың өзімізге айтқан, немесе біздің бауырымызға айтқан жақсы көремін деген сөзден кәдімгідей мерейі өсіп, абыройланып қалатын. Өйткені бауырмал болсын, бір-біріне көмектессін, қол жәрдемін тигізсін деген ниетпен сөйтеді екен. Ал әкенің тәрбиесі солай, ал шешеміз, апамыздың тәрбиесін айттым, шешеміздің тәрбиесі әрқайсысына ат қойып алған. Мысалға, мен үлкен бала десе, менен кейінгі Қасым деген баланы Шетек дейтін. Иә, ол енді. Бірақ соның бәрін сонысымен айтып, рет-ретімен әрқайсысына бір ықылас пейілін айтып отыратын. Кейін байқасам, үйіңде анаң болуы, ол үлкен бір, былайша айтқан кезде, анау диспетчер дейді ғой, былайша айтқанда. Міне мысалға, ана інілерің немесе қарындастарың бір өтініш айтуы мүмкін, орындауы мүмкін, екі өтініш айтуы мүмкін, орындауы мүмкін, үшінші өтініш айтуы мүмкін. Ал кейін айтасың ғой, сен өзіңді адамсың ғой деп. Ал сол кезеңде мысалға тыңдамай қоятын болсақ, анамызға айтатын. Содан кейін анамыз, үлкен бала пәленшеге көмектесіп жіберсей деген кезде, ол кісіге қарсы тұра алмайсың. Міне қараңызшы, ана былайша айтқан кезде, әке тірек болатын болса, ана жүрек. Бүгін ғана осы сөз таңертең ойланып едім мен. Иә. Сол жүректің соғып тұрғаны бүкіл қан тамырларымен адамға үлкен бір күш қуат беретін болса, сол ананың орны. Иә, өңірейіп тұрады әрқайсының орны. Әрине, мен бүгін енді хабарды дәл солай бастағым келді. Ана жүрек болса, әке тірек деп. Иә. Өйстіп алып келем деген едім, енді қолыңыздағы қағазды көріп өлеңге әуесіміз келіп қалды ғой. Жалпы, ана мен әкенің тәрбиесіндегі озық, кеше өзіңізге айттым, сіз ана мен әке тәрбиесінің мектебінің озық шәкіртісіз дедім. Жалпы, осы орайда сіз бірінші анаңызды қаттырақ жақсы көресіз бе, әкеңізді ме? Ол ата мен әжеге деген бауырмалдық, бауыр басу ол бөлек сезім да. Сіздің сұрағыңыз мұлай болып тұр ғой. Бір анадан сұраған екен, мынау өсіріп отқан 5-6 балаңыздың қайсысын жақсы көресіз? Әрине. Өйткені әке болмаса, ана болмайды, ана болмаса, әке болмайды. Бұл екеуі бір құбылыс, бір ұғым, бірін-бірін толықтырып тұратын. Бірақ сонда да бізге үйреткен нәрсе, әке үйдің егесі, ана үйдің шекесі дейді. Иә, сондықтан ал егер мысалға бір кілемді ілетін болсаңыз да, кілеміңіз бар, жақсы керемет. Ал шеге болмаса, оны іле алмайсыз. Әрине. Иә, сондықтан ал енді соңғы уақытта менің байқап жүрген дүнием, Советтер одағында
ананың мәртебесін көтеру керек, ана деген ол бәріне араласу керек деп өте қатты ана несін мәртебесін көтеріп жіберген сияқты. Қазір көп жерге баратын болсақ, үйде бұрын мысалға бізде қандай еді? Ойбай, әкең келе жатыр, әкеңнен сұран, иә, әкең ұрсады, әкең бірдеңе дейтін болса, тып-тыныш ештеңе істей алмайтын. Әкең келе жатыр, жөндеп отыр деген. Ескертудің өзіне кетірады. Иә. Әлі күнге әкеміз келе жатса, орнымыздан ұршып тұрамыз. Иә. Одан кейін балам тұр, әкеңе орын бер деп жатады. Әрине, сол осы әкең келе жатыр. Ал қазірше көп жерде байқап жүрмін, баласы төрде отырады. Әкесі мысалға жұмыстан келетін болса, біреу айтып қалса, орын берсейші десе, үйдегі жаңағы хозяйкасы әйелі отыра берсін. Сен мына жерге отырған, ақыр жайғасып қалды ғой деп. Содан кейін тамақты да біздің кезімізде үйдегі ақсақал атамыз дәмге қол созбай, ешкім дәм созбайтын. Біз бала кезімізде әкем жұмыстан келгенінше біз дастархан басында асқа отырмайтын. Иә. Әкемізді күтетін. Ал кейбір әйелдерді байқап жүрмін, баласына береді, дәмсін мына деп. Ал содан кейін баласының көзінше, ай сен тыныш отыршы, ай сен қойшы деп, ондай баланы, ондай әкені ешқандай бала құрметтемейді. Ол баласының алдында әкесінің абыройын төмендету, ол өте ауыр күнә деп айтар едім. Осы орайда жаңағы менің бір кісіге айтқан сөзім бар еді. Мен анамды өмір бақи жақсы көретінім, әкемнің бірде-бір шешіміне, әкемнің бірде-бір айтқан ойына, айтқан сөзіне қарсы келген емес. Иә. Сол үшін қатты құрметтеймін. Сол үшін анама тағзым етемін. Мен де сондай. Өйткені әкенің мәртебесі өскен сайын, ананың да мәртебесі өседі. Әрине. Мен бір кітап жазып жатырмын екен. Әкеммен сырласу деген. Сіз сол әкелер мектебі туралы кітапты қашан жазасыз? Соның ішінде бәрі бар. Сонда мынандай өзімді келтіргем. Атақты Шыңғысхан ол кезде бала 9 жасында әкесі қайтыс болады. Қайтыс болардың алдында әкесі балаға жаңағы сіз айтқандай әкелік мектебінен өткізеді. Кішкентайынан садаға тоу. Бізде әке көрген оқ жанар деп жатады ғой. Ана көрген томпішер, әке көрген оқ жанар. Осы уақытқа дейін ана көрген томпішер деген түсінеміз де, оқ жанар деген түсінбейміз. Ал оны зерттелеп қарайтын болсақ, оқ жанар деген шын мәнінде жаудан қорғану үшін баланың жаңағы нысанаға дәл тиетіндей қып жасау, шебер жасауы әкеге байланысты екен. Сәл нәрсесі дұрыс болмаса, ол елін қорғаушы, отанын қорғаушы ретінде балаға үлкен құрмет, пәленшеге әкесіне ризамыз, осындай бала тәрбиеледі деп. Міне солай жаңа Шыңғысхан тәрбиелеген өмірден кетер кезінде, балам, ендігі отбасының егесі сенсің, мынау отбасын өзің асырайсың, өзің қамқор боласың, саған аманат дейді. Ал енді ол балаға үлкен жауапкершілік жүктейді. Оның үстіне шешесі оған қарсы шықпай, әкең айтты. Солай болады. Иә, солай болады. Негізі болу керек. Иә. Міне өзін тұлға сезініп, өзін отбасының қорғаушысы сезініп, бүкіл әлемге белгілі қолбасшы болды. Шынында балаға ананың өзі дем беріп отырса, әкенің мәртебесін жоғары көтеріп отыратын болса, ол баладан келешектен көшбасшы күтуге болады. Әрине. Ал енді оның алдында бала әкесін жаңағы жерге тығып жіберіп, оны беделін төмен түсіріп отыратын болса, ол бала жасық болып шығады. Және көптеген жерде мен байқаймын, әсіресе біздің елімізде балабақшаға барсаң тәрбиешілер әйелдер, мектепке барсаң 70-80% тағы да әйелдер. Ал әйелдің үйде мәселенки тағы да әйелдердің тәрбиесі. Ал ер азаматтық мықты тәрбиені мысалы Қытайда 100%-ға жуық тек ер азаматтар екен. Мектепте сабақ беретінде, балабақша. Тәртіп, тәрбиенің барлығы, тәлімнің барлығы. Иә. Сондықтан мен кеше ғана осы кітабыма байланысты бір інім бар, жақсы араласып жүрген, Бейбіт Мұшқалов деген
бадам орман шаруашылығының басшысы. Мен өзі әкім аға тілеулестері деген бір соған сұрақ қойып отырамын, күнде тікелей эфир шығып. Сонда айтады, біздің 4 ұлымыз дейді, кішкентай кезімізден әкеміздің бізге үйреткені дейді. Мал соя білу, қонақты күту, соның кейін аңшылыққа үйрету, спортқа үйрету дейді. Иә. Ерік жігері мықты, сөзін айта білетін, көп нәрсені қорғай білетін деп үйретті дейді. Ең бастысы айтыңызшы, қыз әдебін қалыптастыратын, қарындас орнын қалыптастыратын, әйелдің мынау жауапкершілігін арттыратын кезіндегі әкелеріміз қазір азайып бара жатыр. Міне, осы жағы. Өйткені Мен енді бұл жерде Акмаға ойлаймын да, бізде мынау кеңестік кезеңнің политтехнологиясы осы бір балансты бұзып жіберген сияқты. бұзып жіберді. Олар сіз айтқандай еркек пен әйелді бір-бірін толықтырады деп емес, бәсекеге алып келді. Солардың сол кездегі технологиясы. Иә. Енді қазір менде осы орайда бүгін әкелер мектебін жалпы негізін қалауды жөн көретін әкелер мектебінің қалыптастыру керек деген ойды айтатын, әкелер мектебінің жаңағыдай кеңесшісі болып жүрген Берікхан деген азамат бар еді. Кім деген? Берікхан. Берікхан. Сол кісіге бүгін таңертең айттым, Берікхан аға, мен жалпы анаға тағзым бағдарламасында көбіне көп ананың тәрбиесі, әке тәрбиесіндегі ананың рөлін біз болашақ әкелер тәрбиелеп жатырмыз ғой деп осыған басымдық бергім келіп еді. Біз болашақ әкелерді қалай тәлімді, тәрбиелі, өзінің орнын білетін қып тәрбиелейміз деп. Бүгін енді әкесі туралы айтқысы келіп, Аким ағам келіп отыр екен дедім. Берікхан аға, осы орайда әкелер мектебіндегі ананың рөлі, әке туралы орынды қалыптастыру, мынау еркектік элементтердің ұшқынын жаңғырту, ол енді екі ер азаматтың мойнындағы бір не болса, мен сіз жүргізіп берсеңіз Берікхан аға, мен соны YouTube каналға салып тұрсам деп ой айттым. Ол кісі өкінішке орай, енді тосыннан айтылған ұсыныс болғандықтан, ол кісі біріншіден өте қызықты ұсыныс екен, алдағы күнде дайынмын деді, бүгін ұшып бара жатқанын жеткізді. Сонымен енді өзім келіп, әкемді қалай тыңдасам, Аким ағамды солай тыңдайыншы деп келіп қалдым. Жалпы осы орайда осы ананың айтқан тәлімінен бөлек, ананың әкенің рөлін қалыптастырғанынан бөлек, әкенің ананың алдында, қыздың алдында өзін ұстау дегені бар. Сіз осы жағына басымдық беріп, осы туралы көбірек ой айтып берсеңіз, біздің мынау қоғамдағы баланс жетімсіздігін туындатып жатқан жағдайға сіз болып, біз болып аз-ауызы көмектесер едік. Мен қай уақытта болсын бұл тақырыпқа дайынмын. Себебі өзің айтқандай осы қаладағы мектептердің 70-80% болған шығарым кездесуде. Қаншама әкелер форумына қатысып жүрмін өздерінің. Жаңағы әкелер одағы деген үлкен одақ бар. Соның төрағаның орынбасары Бегдайыр деген бауырым бар. Өте былай жан дүниесі керемет адам. Ал қандай кезеңде болсын, біз әкенің рөлін көтеру арқылы ананың да рөлін көтереміз. Әрине. Иә. Өйткені бір-бірімен байланысты дегеніміз сол. Иә. Ал егер ананың рөлін жоғары көтеріп, әкенің рөлін төмен түсетін болсақ, ол семья, ол отбасы керемет болмайды. Болмайды. Ол отбасыда баланс бұзылып кетеді. Баланс бұзылады, шиеленіс бұзылады. Содан кейін Әркім өзінің орнын білмей қалатын сияқты. ол бір, одан кейін екінші көптеген ажырасулар да содан. Әрине, жауапкершілік. Тұрмысқа шығады да кәдімгі үйдегі айтылған нәрсені көргеннен кейін тұрмысқа шыққан қыз күйеуін менсінбейді. Күйеуін сыйламаған, күйеуін менсінбеген семьяда басбұзар, бет қақпай деген ол бөлек нәрсе. Басбұзарлыққа бейім, шайпаулау келіншек, басбұзарлыққа бейім бала келеді десем. Кеше кімнің Оразгүл Асанғазының кітабының тұсаукесерінде болдым. Отбасы берекесі деген. Сонда бір жерде көзім шалып қалды. Бір әке қызының тойында дейді, сөз сөйлеп тілек айтып отыр қызына. Қызым, ештеңені уайымдама,
ең негізгі нәрсе ана квартира сенің атыңда егер бірдеңке болатын болса бәрі дұрыс болады деп. Сонда қызына бақыт тілеп тұрған жоқ, ертең ажырасып келсең мына жақта үйің бар деген сияқты. Қолдауым бар. Қараңызшы. Мысалға үшін біздің анамызда мен тұрмысқа шыққаннан кейін жүкті болған кездің алғашқы айларында еркін барып келеміз да, бір 4-5 айдан кейін ішім шыға бастаған уақытта әкеңнен ұят болады, кейін әкеңе ішіңді көрсетпе, өтіп бара жатып осылай тәрбиеледі да. Енді бұл ананың әкенің рөлін дайындап берген кезінде әке өзінің рөлін біліп қызына тағылым айтпаған енді біртүрлі. Мен осы орайда әкемнің бір сөзін ғана тойға бесік тойдағы бір сөзі есіме түсіп кетті да қазір. Қызым еркек болып туылғаныңда ғой дейді. Ал жолдас балдарының арасында көбіне көп айтылады, жолдас қыздардың, келіншектердің қазір өздерінің ортасындағы. Сенің әкең, сенің анаң саған екі қабат болғанға дейін вилканы ұстап алып сұхбат алып жүретін жұрттың бәрінен дейді. Сол сенің әке болмысынан көбірек алған қасиеттерің ол әкеңнің сені үшін тілеуі болған сияқты деп. Жаңағы осы журналистикаға келуім, осылай әке ананың рөлін айшықтай алуым, осының барлығы маған әкемнен берілген бір аманат сияқты да. Өйткені мен екі қабат кезінде әкем жаңағыдай вилкамен ұстап сұхбат алып жүрген. Енді қараңыз, өте дұрыс айтып отырсыз. Өйткені бұл жерде әкенің де ананың да қызға мысалға үйде керемет қылып тәрбиеледі ғой, бірақ ана жаққа тұрмысқа шыққаннан кейін ол өзінің отбасына барды, бөтен жерге кеткен жоқ. Әрине. Иә, бөтен жерге кеткендей қылып ана жақты жау сияқты көретін болса, онда кім Зейнеп Ахметованың бір әңгімесі есіме түсіп отыр. Бір күні Бақытжанмен ренжісіп қалдым дейді. Сөйтіп болқан талқан болып үйге келдім дейді. Үйге келгендегі негізгі мақсатым Бақытжанның нашар екендігін айтайын деп. Соны иә, мама ол мені шапалақпен ұрып жіберді депті. Қай бетің ұрды депті. Міне онда мына бетіңнен деп екінші бетінен салып жіберген. Салып жіберген. Иә, үйіңе қайт. Үйің сенің сол жерде өзіңмен өзің бол. Артық әңгімені сыртқа шығарма. Өйткені бақытты болам десең, сол үйдің мәртебесін көтеріп өскін деп. Иә. Ал бізде жіберіп анау барлауға жібергендей, соны кейін бар күтіп отырады, қашан не болады екен, қашан біз бар басымдық көрсетеді екен. Иә, қандай қиындық болып қалатын болса. Менің ана өткенде бір кітапта жазғаным бар. Сондай бір қиындық түсетін болса, осалдау отбасында әйел шығады екен күйеуіне, бәрі сенің кесірің, сенен шықты осы деп. Ал күйеу айтады екен, жоқ, сенің кесірің, сенен болды деп. Екеуі бір-бірінен кінәздейді екен. Ал егер берік отбасы, ондай кезеңде әйел бірінші айтады екен, қандай жағдайда да мен сенімен біргемін. Күйеу де мен сені, екеуі бірге болған кезде қиындық та қашып кетеді. Қиындықты да жеңеді. Ал егер қиындық түскен үйлесімділік болған жерде ол қиындық болмайды. Қандай жағдайда екеуі кері бері тартып, ерексетін болса, ол адам ұтылады. Сондықтан жеңіс жүрегімен, жанымен жақсы көрді ме жігітті? Сол жақсы жігіттің тілеуін тіле, қамқоршысы бол, тірегі бол. Мысалға мен айтам, жаңа сіз айтқаннан тағы да анамның бір тағылымды несі есіме түсіп кетті. Анам бететін тұғын. Егер сен күйеуіңсіз үйге келетін болсаң, күйеуіңсіз келме үйге. Кәні, күйеу бала қайда? Деп ұрсатын. Одан кейін екінші жағдай, бір күннен асып, екінші күнге кеш батып атқанға дейін күйеуіміз келмесе, ол бәріміздің енді біз қыздардың көп отбасымыз, қыздары көп отбасымыз, жалғыз ұл бар. Сондай кездерде анам, әкең ұрсат қашан қайтасың деп тұратын да. Бізді ол ренжітпейтін. Енді қазіргі мынау балдардың, қыздардың кішкене мынау әлсіз, ой өресі әлсіз деп айтама, психологиясының әлсіздігіне, мен қыздарыма қарап отырам да, бір нәрсені дұрыс істемесе, осы біреудің келін бағы бақылайтам деп жүріп шашып кеттім деп. Сөйтсем, ой мама деп қабылдамайды да. Біз кезінде мысалға анамыздың сосын қабылдамағанымызбен де қазір қарап тұрсақ, ол да мектеп. Иә. Әкеміздің атын айтып ақ бізді жаңағыдай көп нәрсеге ойландыра алды.
жоқ нәрсесін кейбір аналар ана жас семьяға білдіртпей көмектесіп жібереді, білдіртпей жәрдем Әрине. беріп жібереді. Жоқ, бізде ол енді білдіртпей көмектесіп жүру жағы әкеден көп болған. Анамыз жұмыс істемеген. Жоқ, екеуінде ой солай. Екеуі де ешкім білмесін деген сияқтымен. Ал қазіргі әйелдер қандай? Қызын ұзатып алады да, сәл бірдеңке болып қалса, қызын жақтағансып, ішіме сыйған қызым сыртыма да сияды деп Дұрыс үйіне емес келді. нәрсе деп Ол сол соңғы уақытта қарасақ ажырасқандар көбейіп жатыр. Ажырасқандар көбейген сайын жасы құлдар өмірде. Әкесіз өскен бала, ол қай уақытта болсын жасық болып тұрады. Әрине. Иә. Сондықтан кешегі семейдегі оқиғаны көріп көзімізге жас келді. Ана баланы қараңызшы. Соншама Солғы бізде мынау еркектік элементтерді қалыптастыру керек дегенім сол. Иә. Өйткені мен енді көбіне көп маған айтады, сен неге әкеңе ұқсайтын күйеуге тидің. Мен еркектік элементтерін әкемнің бойындағы сабырлығын, бір көзқараспен анамызға түсіндіріп, енді біз еркелеу өстік, бұлау өстік, артық сөйлеп қоямыз, сондай кездерде алады да. Біздің әкеміз бізге айтпайды. Анама бүйтіп қарайды. Соның өзі түсінікті. Түсінікті. Анам артық сөйлеп қоймасын деп бәріміз жинала бастаймыз. Иә. Енді осы элементтерді дамыту, мен ойлаймын, ананың қолынан келмейді, оны әке істеу керек. Әкеге, ер балаға әке тәрбие беру керек. Ер баланы әке көбірек баулу керек. Мен мысалға үшін өзімнің балам енді папамыз болмағандықтан мен көбіне әкеммен ініме бердім. Өзім тура жолын нұсқап тілеуін тілеп отырам, жетектеп көрсетіп жүрген әкем болды. Сондықтан мен ойлаймын, ер азаматқа тәрбие еркектен беріледі. Ер азаматтың өзінің өнегесі, бағыт бағдар алатын, қадір қасиетін түсінетін әкенің орны бөлік. Ал сол әкесін сыйлап тұрған, немесе жұбайының қадірін біліп тұратын ана, ол да бөлік. Жаңағы құрметпен қарап тұратын болса. Сондықтан да мен ойлаймын, сол ажырасулардың да көбеюі, мектепте жауапкершіліктің жоқтығы. Еркек өзінің жауапкершілігін, әйел өзінің жауапкершілігін білмегеннен осындай болады. Екеуі де сондай бір тиісті жерде. Біздің атамыздың бір қарағанның өзі-ақ жаңағы 100 сөзден артық тұғын. Сіздің өзіңіздің немесе әкеңіздің ондай бар ма? Әкеміз өте қандай болып дедіңіз? ізетті, парасатты, бәрін ақылмен шешеді. Енді парасатты әкенің сол көзқараспен жұмсауының өзі неге тұрады деген? Иә. Әкеміз еш уақытта дауыс көтерген емес. Еш уақытта ұрысқан емес. Еш уақытта ренжу деген нәрсе болған емес. Тіпті мен студент болдым, бірінші курста оқыдым, кейбір ата-аналар келіп, институтқа келіп, мұғалімдермен танысып сөйтіп жатты. Содан кейін ана кісі келмеген екен, біртүрлі жетімсіреп, әкеме бір күн айттым, көке, мынау тұрған жер ғой, барып танысып алсаңыз қалай болады деп едім. Ол кісі, әкем, мен саған сенем ғой деді. Өйткені сенде өзіндік жол бар. Атаны көрдің, әкені көрдің, осы бағыттың тура сол бағытпен жүр. Маған сенемін деген сөздің өзі маған күш қуат берді да, шында неге ол мектептің оқушысы емеспін, пионер емеспін, менің бар дап-дардай бір жоғары оқу орнының студентімін, неге әкем баруға тиісті? Жоқ, әкенің сенімі үлкен сенім. Үлкен сенім. Сол тіпті анау мен енді жалпы техникалық пәндерді оқыдым, өте қиын, орысша жүреді. Анау институтта емтихан тапсырып жатқан кезде есік ашылады да, бір үлкен көке келеді да, пәленшей менің адамым, 5 қоя сал деп ашық айтады. Қойып береді. Кейін екінші біреу сыбырлайды да, анаған көмектесе сал дейді, көмектеседі. Бір-біріне байланысты ғой. Сонда менің бір жазғаным бар күнделігімде. Шіркін-ай, мен қашан емтиханның үстінде бір көке кіріп келіп, анау әкім Ысқақ менің туысқаным деп айтады екен деп күттім. Ол әшейін қиял, бала қиял. Бірақ сол кезеңде
сондай жайтқа әкеміздің араласпағанына қуандым. Неге? Себебі сырттағы адам бір рет көмектесуі мүмкін, 2 рет көмектесуі мүмкін, 3 рет, ал өмір бақи көмектесе алмайды ғой ешкім жүрмейді. Өзіңе сенімді болсаң ғана, әкенің айтқан сол сөзіне қатты риза болып, өзіңе сенімді болсаң ғана, өзіңе сенсең ғана жеңіске жетесің, биікке жетесің. Осы орайда енді Аким аға былай да, әкенің сенімі не үшін үлкен деп отырмын. Мен мәселен қазір қыз баламын. Әкем сенім артқан қыздардың біреуімін. Анам мен де әженің қолында болғаннан кейін жаңағы мейірім жетімсіздігін танытпай қалмаймын дегендей гиперопека да анам. Тамақ іштің ба, шай іштің ба, қайға баратсың, қақтан келатсың, қайға барайын деп жатсың, қайға қонайын деп жатсың, бәрін сұрап жатады. Бір күні әкем айттым, әке, папа, мен осындай жұмыстарда көбіне көп сөйлесуге мүмкіндігім болмай қалады. Осындай кездерде мама ренжіп қалады деген сияқты. Сол кезде әкемнің оңай шешім тауып бергені. Өзің жаңағы менің анама қаратты, өзінің жан-жарына қаратты, Шопеке атын атамаймыз, Шопеке дейміз, Шопеке, Алияшымды көп мазалай берме. Қолы босағанда өзі хабарласып тұрады. Содан бері мысалға тынышталып қалдық. Қазір бір жаққа бара жатсам, мама, мен командировкамен кетіп бара жатырмын, бала шағаны алып қалады. Енді ол әкенің тақырыбындағы, әкенің қызға көмегіндегі, әкенің қызды қолдауындағы көптеген бір тапқырлықтары менде өте көрінісі көп. Оның барлығын айта берсек, эфир тағы да бір бітпейді. Бітпейді. Мен бүгін емес кеше бір жазу оқыдым. Әкенің ата-ананың мәртебесін биіктететін, немесе ұзақ жасауына мүмкіндік жасайтын балалары да емес, немерелері де емес. Ол баласы әке-шешем деп қабылдайды, немересі ата әжем деп қарайды. Көбінесе қарайтын дос-жарандар, олардың қалтасындағы ақшасына дейін біледі, олардың кім екенін де біледі. Емін еркін солардың ықпалымен адамдар ұзақ жасайды депті. Мен оған келіспеймін деп былай деп жаздым. Қалай жаздыңыз? Былай деп өзгерттім ол нәрсені. Әке шешенің мәртебесін биіктететін араласқан дос-жарандар емес. Дос-жарандар бүгін бар, ертең жоқ. Ауысып жатыр, мына өмірге байланысты. Біреу бүгін дос болғанымен ертең дос болмайды. Ал саған өмір бақи сенің іздейтін де, сенің қолдайтын да бала шағаң. Ал бала шаға мен ата-ананың арасында керемет қатынас болса ғана, онда ол ата-ана ұзағырақ өмір сұрайды. Баласы құрметтейді. Бала жақсы болса, баланың мәртебесі биіктесе, онда ата-ананың да мәртебесі биіктейді. Енді анамыздың әдемі сөзі бар емес пе? Өзімнің анамның әдемі сөзі бар. Әкеңнің бетіне шіркеу, ұятына кір келтірме, менің бетіме шіркеу болма деген сияқты. Сондықтан ана мен әке тәрбиесі бұл кезек-кезек толғайтын, әркім өзінің орнын біліп сөйлейтін, әркім өзінің орнын біле отырып, сұхбаттасқан кезінде әлсіз түсті демейтін, сондай бір керемет тәрбие Мен бүгінгі сөзімізді былай түйіндесем деп отырмын. Алтыным деп жазам ғой, қысқа нұсқа. Мен негізі осы бір алтыным деген сөзіңізден қарындасқа деген жылы лебіз байқаймын. Мен енді әке шешем, бала шағам, туған туыс, бауыр бәріне бай адаммын да, менде аға жоқ екен. Аға көбірек іздеймін. Сол енді бай адам деген сөзің әдемі әсер етіп отыр. Негізі бай адам. Байлық ақшада да емес, байлық дүниеде де емес, байлық жақын сені сыйлайтын, құрметтейтін адамдардың көп болуында. Лайым көп бола берсін. Сондықтан мен жаңағы алтыным деген сөзге былай деп. Алтыным, ата-ана жақсы болмаса, балалары қара түнде қалғандай адасады. Ал жақсы әке бар үйде күні сәуле шашады. Алтыным, әкені құрметтеген таудай биіктікті сезінеді, ананы құрметтеген мөлдір бұлаққа кезігеді. Алтыным, 1000 жыл өмір сүрем десең, 1000 жылға татитын ұрпақ өсір. Алтыным, өзге тілде шүлдірлеген жан емес, өз тілімен қуаттанған жан ғана отанын қорғайды. Алтыным, ата-ана шешуі жоқ жұмбақ болса, бала шығара алмас есепке айналады.
Алтыным, қателікті бала жасаса түзеуге болады, ал әке жасаса оны түзету мүмкін емес. Қабылдану да қиын сияқты. Иә, алтыным, қазынаның ең үлкені ата-ананың көкірегіндегі алтын сандық. Адам ұшуға жаратылмаған. Әйтсе де перзенті қуанта білсе, мерейін үстем ете білсе, қанаты жоқ болса да әке ұшады. Әкеге өлмес өмір сыйлау осы болса керек. Алтыным, отан қара шаңырақтан басталады. Бар қазына, бар байлығын қадір қасиет қара шаңырақта. Алтыным, адал перзент ата-анасын сүйеді. Қандай жетістікке жетсе де өзім жеттім демейді. Ата-анамның тәрбиесінің арқасында жеттім дейді. Алтыным, қамшының сабындай қысқа ғұмырыңды ұзартатын жақсы тәрбиеленген ұрпақ қана. Алтыным, өмір сүру дегеніміз мықты әке, жақсы ана бола білу. Алтыным, әке болу үлкен сын, сен де бір кезде бала болғаныңды ұмытпа. Алтыным, адамның ең ұлы қасиеті бақытты ата-ана болуында. Бата бересіз ба маған? Алла қолдасын, жамандық болмасын, басыңа бақ пен береке орнасын, жаңағы байлығыңа байлық қосылсын. Әмин. Иә, ата-бабаның рухы қолдап, мерейің ашық, мәртебең көңілің тасып, елдің үлкен мерейін асырып жүре бер. Әмин. Я Алла қолдай берсін, қорғай берсін, жолың ашық болсын. Әмин, айтқаныңыз келсін. Рахмет ағалық.